Ешкім барып көрмеген Құдай патшалығы туралы түсіндіру оңай емес. Сондықтан Иса Құдай патшалығын мынаған ұқсатуға болады деген сөзбен бастап, астарлы әңгіме арқылы бізге түсіндіріп береді. Бүгінгі сөзде Иса Құдай патшалығын егіндік жерге көмілген қазынаға ұқсатуға болады. Соны тауып алған адам қазынаны қайтадан көміп тастап, қуанғаннан өзіндегі барды түгел сатып жіберіп, егіндікті сатып алады, деді. Сол заманда мықты көрші елдер соғысқа шығу үшін Израиль жері арқылы жиі өтетін. Сондай жағдайда израильдіктер маңызды нәрселерін бүктеп, асығып кеткен соң қайтадан оралады. Сонда маңызды нәрселері мал мүлкі болатын. Ауыр нәрселерді көптеп алып қашу олар үшін қауіптеді. Сол себептен байлар өздерінің дүние мүліктерін көміп тастайтын, ешкімге білдірмей өздері ғана білетін жерге. Егер соғыста өліп, қайта оралмайтын жағдай болса, жерге жасырған дүние мүліктері мәңгі бақи жер астында қалатын. Иса айтқан Құдай патшалығы туралы астарлы әңгіме осыдан басталады. Бір күні егіндікке егіп жатқан егінші жер астындағы қазынаны тауып алды. Бұрын біреу көміп тастаған қазына еді. Егер ол соны қазып алса, маңайындағы барлық адамдар білген болар еді. Сондықтан сол егінші өзіндегі барды түгелдей сатып жіберіп, сол жерді сатып алмақшы болды. Жер оның қолына тиген сәтте, сол қазына енді өзінікі болады. Сонда осы әңгіменің Құдай патшалығына қандай байланысы бар? Бір адам Исаға келіп, «Ұстаз, мен мәңгілік өмірге ие болуым үшін не істеуім керек?» деп сұрайды. Иса оған 10 заңды ұстануды айтады. Сонда сол кісі, «Бірақ мен солардың бәрін жастайымнан орындап келемін» дейді. Сонда Иса оған, «Солай болса, сен барыңның бәрін сатып, кедейлерге таратып бер, содан кейін қайтып келіп, шәкіртім боп маған ер» дейді. Егінші жер астында қазына бар екенін көріп, қолындағы барын сатып, сол жерде сатып алғанындай, ол мәңгілік өмірге ие болуды қаласа, өзінің мал мүлкін сатып жіберіп, кедейлерге таратып, мәңгілік өмір иесі Исаға еру деген мағына. Алайда сол кісі аса бай болғандықтан көңілі түсіп, Исадан кетіп қалды. Балалар, егіндікке көмілген қазынаны тапқан егінші соның құнды екенін біліп, өз қолындағы бар нәрсесін аямады. Әйтсе де мәңгілік өмірге қалай ие болуды сұраған сол адам, Исаның қаншалықты баға жетпес құнды екенін білмегендіктен өзінің мал мүлкінен айырылғысы келмеген еді. Иса бізге Құдай патшалығы туралы әңгімелерін астарлап айтқанда, біз сол патшалық туралы анық түсіне аламыз. Сондықтан осы әңгімелерді естіген біз нақты шешім қабылдауымыз керек. Өзіміз бағалы санайтын әр нәрседен гөрі Құдай патшалығын үміттене күтіп Исаға еру біздің өмірімізде ең маңызды деп